Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тез әрі оңай жасалатын кешкі ас жасайтын боламыз. Өте оңай, тез желініп кететін ерекше тағамның бірі. Олай болса бізге керегі етіміз, үйдегі бар сәбізіміз, пиязымыз деген сияқты күнделікті қолданатын өнімдеріміз. Қызып тұрған осындай қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне 4-3 етіп тураған сәбізімізді, пиязымызды салып, оны да қуырып алатын боламыз жақсылап. Одан кейін бізге бір жұмыртқаға кішірек қана тұзды суға нанымызды илейміз. Ұнымызды міндетті түрде неліктен өткізіп аламыз. Жақсы жұмсақ массада, қатты емес, орташа массада осылай нанымызды илеп шығаратын боламыз. 15 минутқа нанымызды тындырып қоямыз. Одан кейін жаңағы пиязымыз бен сәбізіміз қуырылып біткеннен кейін үстіне осындай менде қатырылған бұрыштар бар. Сол бұрышты дәмін келтіру үшін қосамыз. Одан кейін томат пастасын осылай жарты ас қасықпен қосамыз. Оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Және үстінен осылардың барлығы батып тұратындай су құятын боламыз. Жарты сағатқа қайнатып қоямыз етіміз піскенше. Оған дейін біз нанымызды дайындап аламыз. Тынып тұрған нанымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз, бір келкі етіп. Қатты жұқа болып кетпеуі де керек, қатты қалың болмауы керек. Осындай қалыңдықта жайып аламыз да, кішкене кептіріп қойсаңыздар бір-біріне жабыспайтын болады. Бір 5-10 минутқа қалдырасыздар жаюлы күйінде. Одан кейін 2-ге бүктеп орап аламыз да, осылай видеода көрсетілгендей кесе бересіздер. Жабыспайтын бір керемет бір нан болып шығады. Қатырмасы, егер уақыттарыңыз тығыз болып қатырмаймын десеңіздер, ұнды сеуіп, осылай домалақ етіп аласыздар да кесе берсеңіздер де жабыспайтын болады. Өйткені ішінде жұмыртқасы бар қамыр. Сондықтан қорықпай осылай кесе беріңіздер, өте дәмді шығатын болады. Егер үйде нан кескіштеріңіз болса, оның да көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Осылай қайнап тұрған суымызға кішкене тұз салып, нанымызды пісіріп алатын боламыз, бір бұрқ еткізіп. Одан кейін сәйімізге картобымызды салып, оны да жақсылап пісіріп аламыз. Тұзын көруді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің нанымыз да дайын, сәйіміз де дайын. Осылай нанымызды бөлек салып аламыз да, үстінен дайын болған сәйімізді құйып, әдемілеп кешкі асқа немесе түскі асқа ұсына берсеңіздер болады. Қаласаңыздар үстінен әртүрлі дәмдеуіштер, яғни укроп, көк пияз деген сияқты көк-көсөктер қойсаңыздар болады. Достар, егер менің рецептерім ұнап жатса, каналдарым ұнап жатса, мені қолдап, осы қазақша каналымды қолдап кетсеңіздер, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Алдын ала көп рахмет, сіздерден қолдау күтемін. Мінекей осындай өте дәмді, ерекше тағамды қабыл алыңыздар. Көп рахмет.